Сәлеметсіздер ме балалар? Сіздермен бүгін әдебиеттік оқу сабағы. Сабағымызды бастамас бұрын мына өлең жолдарын бәріміз бірге қайталайық. Ғылымның сырын ұғамыз, шығамыз білім шыңына. Ұқыптылық пен зеректік жеткізсін біздей өренді әдебиеттік оқу сырына. Енді балалар ойлану баспалдағы тапсырмасына көшейік. Мен сіздерге қазір бір аудио жазба қосамын. Сіздер сол жерден қандай дыбысты естідіңіздер? Және сол дыбысты естігенде көз алдарыңызға не елестеді? Соны ойланып отырыңыздар. Жақсы балалар, сіздер қандай дыбыс естідіңіздер? Дұрыс айтасыздар, жаңбырдың дыбысын естідіңіздер. Жаңбырдың дыбысын естіген кезде көз алдарыңызға не елестеді? Өте жақсы. Жаңбырдың жауғаны, найзағайдың жарқылдауы, күннің бұлттануы деген сияқты құбылыстар көз алдарыңызға елестеді. Сонымен біздің бүгінгі тақырыбымыз жаңбырдың пайдасы. Мақсатымыз сөйлеу барысында мақал-мәтелдерді қолданып, шығарманың тақырыбын және негізгі ойды білдіріп тұрған сөйлемді анықтауға дағдылану, білуге, жаңаны тануға құштар болу. Жаңа сіздермен бүгінгі сабақтың тақырыбын анықтап алдық. Енді оқитын шығармамыздың тақырыбын анықтау үшін сіздермен қазір пазл құрастырамыз. Жақсы балалар, міне сіздермен біз пазлды құрастырып алдық. Ал ненің суреті шықты? Өте жақсы, жаңбырдың суреті шықты. Яғни сіздермен біз бүгінгі оқитын шығармамыздың тақырыбы Жәнібек Карбозиннің мысалы ақ жаңбыр. Мысалымызды оқымас бұрын Жәнібек Карбозиннің өмір баянымен танысып алайық. Мен Жәнібек Карбозин 1933 жылы 15 мамыр күні Алматы облысы Жамбыл ауданы Дегерес ауылында дүниеге келгенмін. Менің балаларға арналған бәйшешек, менің шеберханам, сықырық, біздің бекен қайда екен, біздің ауыл балалар сияқты өлең жинақтарым бар. Жақсы балалар, біз сіздермен Жәнібек Карбозиннің қай жерде дүниеге келгенін және де қандай шығармалары бар екендігін туралы танысып алдық. Енді сіздермен ақ жаңбыр мысалын оқуды бастайық. Ақ жаңбыр бір тамбайды, бір басталса, тәулік бойы тынбайды. Үнсіз тұрып, төге береді, төге береді. Мұны көрген өткінші жаңбыр ақ жаңбырға жалқау жаңбыр деп ат тақты. Бұл не? Деді ол. Болбырап, ыбылжисың да тұрасың. Ішіңде пыспайды екен. Жаусаң, астан кестені шығару керек қой. Міне, былай деді де, сатырлатып қия жөнелді. Көшедегі арықтарға су толып, лайланып, аға бастады. Жүргіншілер ықты паналап жүгірісті. Әлгінде ғана бір қалыпты, тып-тыныш тіршіліктің астан кестеңі шыққандай болды. Оған қарап жатқан өткінші жаңбыр жоқ. Өз-өзіне мәз болып, әне солай дегендей болып, қырқадан асып та кетті. Іле-шала бұлтыдырап, жарқырап, күнде шықты. Жаңбыр суы сай-саламен ағып кетті. Самал есіп, өсімдіктерді тербетті.
шөп біткен бастарын шайқап, шөліміз қанбай қалды-ау, өткіншінің мұнысы несі? Ұшып қонып келді де кетті, деп ренжісті. Сонда бір кәрі қурай тұрып, қиналып қайтесіңдер, одан да ақ жаңбырға жайларыңды айтыңдар, деді. Әй, бұл да дұрыс екен-ау деп, шалғындар ақ жаңбырға бұйымтайларын айтты. Ол тыңдап болып, мақұл, деді. Сол-ақ екен, ақ жаңбыр аспай-саспай тәулік бойына жауып еді. Жер үсті еркін сусындап, көк жайқалып, құлпырып сала берді. Жақсы балалар, міне біз сіздермен ақ жаңбыр мысалын оқып аяқтадық. Сіздерге ұнаған болар. Енді осы оқыған мысал бойынша әлеуметтік желі хаттарына жауап берейік. Бізде бірінші Instagram желісі. Мәтіннің басты кейіпкерлері кімдер? Мәтіннің басты кейіпкерлері өткінші жаңбыр мен ақ жаңбыр. Өте жақсы. Келесі Telegram желісі. Шөптердің шөлі неліктен қанбай қалды? Себебі өткінші жаңбыр тез жауып, ұшып қонып келді де кетті. Сондықтан шөптердің шөлі қанбай қалды. Өте жақсы. Келесі YouTube желісі. Жалқау жаңбыр деп кімді атады? Өткінші жаңбыр ақ жаңбырға жалқау жаңбыр деген ат тақты. Өте дұрыс. Келесі TikTok желісі. Қурайдың шөптерге айтқан ақылы қаншалықты пайдалы болды? Дұрыс айтасыңдар, қурайдың шөптерге айтқан ақылы өте пайдалы болды. Себебі ақ жаңбыр аспай-саспай тәулік бойына жауып еді. Жер үсті еркін сусындап, көк жайқалып, құлпырып сала берді. Өте жақсы. Келесі WhatsApp желісі. Қай кейіпкердің іс-әрекеті дұрыс деп ойлайсың? Дұрыс айтасыңдар. Бұл жерде бізде ақ жаңбырдың іс-әрекеті өте дұрыс. Себебі ол асықпай тәулік бойы жауды. Және сол ақ жаңбырдың арқасында жер үсті бәрі сусындап, гүлдер, шөптер жайқалып, құлпырып сала берді. Енді балалар, мәтінге сүйеніп, қимыл әрекеттерді сәйкестендірейік, және де оны дауыстап оқимыз. Ол үшін біз WordWall платформасын пайдаланамыз. Міне балалар, бізде бұлттарда әртүрлі іс-қимылдар жазылған екен. Сол іс-қимылдардың қайсы ақ жаңбырға және өткінші жаңбырға тиесілі екенін сәйкестендірейік. Бірінші, үздіксіз жауады. Дұрыс айтасыңдар, ақ жаңбыр сай-саламен ағып кетеді. Өте жақсы. Бұл бізде өткінші жаңбырдың іс-әрекеті. Келесі, сатырлатып құя жөнеледі. Өте жақсы. Өткінші жаңбыр тәулік бойы тынбайды. Ақ жаңбыр келді де кетті. Өте жақсы. Өткінші жаңбыр төге береді. Ақ жаңбыр. Міне балалар, біз іс-әрекеттерді сәйкестендіріп алдық. Енді бұл жауабымыздың дұрыстығын тексеріп алайық. Өте жақсы. Бәрін дұрыс жауап берген екенбіз. Жарайсыңдар. Біздің келесі орындайтын тапсырмамыз мына суреттердің көмегімен мақалды тауып көріп, жаңбырдың пайдасы туралы айтып өт дейді. Жақсы. Біз бірінші суретке назар аударайық. Суретке назар аударып, бұл жерде
қандай мақал шығады екен, ойланып көрейік. Ал балалар, таптыңыздар ма? Енді тексеріп көрейік. Жаңбыр жауса, жер гүлденер. Өте жақсы. Келесі. Бұл жерде қандай мақал шығады екен? Ал тексеріп көрейік. Қар мен жаңбыр жерге жауған нұр. Өте жақсы. Сіздер де мақалды дұрыс таптыңыздар деп ойлаймын. Енді балалар, осы мақалдарды біз оқып отырып, жаңбырдың қандай пайдасы бар екен? Сол туралы айтып өтейікші? Жақсы балалар, жаңбырдың табиғатқа тигізер пайдасы ұшан теңіз. Жаңбыр неғұрлым көп жауса, соғұрлым өсімдік үлкен әрі жылдам өседі. Сонымен қатар шөптер қурап кетпейді, яғни 4 түлік малға жем шөп мол болады. Одан кейін балалар, жаңбырдан кейін ауа өте таза болып, демалуға мүмкіндік береді. Жақсы, жарайсыңдар. Жақсы балалар, енді біздің келесі орындайтын тапсырмамыз сызбадағы ретпен мәтіндегі сөздерді пайдаланып, мысал әңгімені талдап айту. Ал ендеше бастайық. Міне, бізде сызбалар берілген екен. Сол сызбаларға жауап берейік. Бірінші, мәтіннің авторы. Дұрыс айтасыңдар, Жәнібек Карбозин. Келесі, мәтіннің атауы. Өте жақсы, Ақ жаңбыр. Кейіпкерлері. Ақ жаңбыр мен өткінші жаңбыр. Жақсы. Келесі, оларға тән сипат. Тәулік бойы тынбайды, төге береді. Бұл бізде ақ жаңбыр. Ал өткінші жаңбыр сатырлатып құя жөнеледі. Жақсы. Енді осы мысал әңгіменің қорытынды ойы қандай? Дұрыс айтасыңдар, жаңбырдың табиғатқа тигізер пайдасы. Енді біздің міне орындайтын соңғы тапсырмамыз осы платформа арқылы. Бұл жерде берілген бізге тапсырма мәтін бойынша 2 түрлі жаңбыр атауын адам мінезімен сипаттау арқылы біздің бүгінгі мысалымыздың негізгі ойын анықтау. Ал ендеше бастайық. Біздің бірінші суретіміз ол әрине ақ жаңбырға тиесілі. Келесі, өткінші жаңбыр. Мына суретіміз ақ жаңбыр. Бұл да ақ жаңбырға сәйкес келеді. Келесі, өткінші жаңбыр. Бұл суретіміз өткінші жаңбыр. Ал енді тексеріп көрейік. Өте жақсы. Барлығын дұрыс топтастырдық. Жақсы балалар. Ал қалай ойлайсыңдар? Неге біз бұлай топтастырдық? Жақсы. Яғни, мына адамдар сияқты өзінің айналасына пайдасын тигізгендей, ақ жаңбыр да табиғатқа өзінің ұшан теңіз пайдасын тигізді. Ал өткінші жаңбыр болса, кейбір адамдар сияқты өзінің өркөкіректік, мақтаншақтық қасиетін білдіртті. Яғни балалар, біз бүгін осы адамдардың мінез құлқын сипаттау арқылы біздің бүгінгі мақсатымызға сәйкес тақырыбымыздың негізгі ойын анықтадық. Яғни ақ жаңбыр аспай-саспай тәулік бойына жауып, жер үсті еркін сусындап, көк жайқалып, құлпырып сала берді. Міне балалар, біз бүгін сіздермен барлық тапсырмамызды жақсы орындап аяқтадық. Енді сабағымызды бекітейік. Ол үшін мен сіздерге осы проблемалық сұрақтарды қоямын. Автор туралы не білдің? Жаңбырдың қандай пайдасы бар екен? Жаңбырдың түрлерін ата. Өте жақсы. Мен сіздердің бұл сұрақтарға жаңылмай дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Жақсы балалар, енді біз осы тапсырмаларды орындау арқылы және де сұрақтарға жауап беру арқылы
біз бүгін тақырыбымыздың мақсатына жеттік деп ойлаймын. Сау болыңыздар.